жалпы халықтар тәңірші деп қазір өзін атап жүрген тұлғалардың ең үлкен претензиясы бұл ислам араб мәдениеті дейді да, бұл қазақтың төл мәдениеті емес дегенде осындай бір стереотип жүріп жатыр да. Енді мен мысал берейін сізге. Жанымыздағы алпауыт ел коммунизммен жүр. Коммунизм кімнің өнімі? Коммунизм Маркс пен Энгельстің өнімі. Олар кім болды? Олардың ұлты кім болды? Ол екеуі Германиядан шыққан адамдар. Бірақ үлкен алпауыт әлемнің екінші экономикасы сол идеологиялық өнімді тұтынады және халқына насихаттайды. Қазір мысалға философия саласын алсаңыз, философия, демократия деген құндылықтар бар, математика, физика, бұл терминдердің барлығы грек тілінің терминдері. Бірақ ешкім бұл гректікі біз давай мұның бәрін аударайық, бүйтейік сөйтейік деп жатқан жоқ қой. Қазіргі батыстың жетістіктері бар, қазіргі технология. Оның бәрі қазақтың өнімі ба? Көрдіңіз ба? Мысалы Еуропа елдері, олар бұл христиан діні таяу шығыстан келді. Біз бұны қайтарайық таяу шығысқа. Мына Римдегі, Ватикандағы дәстүрді тоқтатайық деп айтпайды ғой. Ол енді дін деген өзі ислам тұрғысынан ол Құдайдың жүйесі, ол адамның жүйесі емес. Кімге қаласа соған береді. Ал енді Ресейді алсақ, Ресейде родноверие деген бұрынғы ежелгі өздерінің Лада бар, Перун деген құдайлары бар. Сондай нанымға негізделген көптеген ағымдар пайда болды ол жақта да. Ана христиандық ол біздің өніміміз емес, христиандық бізге Византиядан келді, ол Византиялардың өнімі деп, соған наразылық білдіріп, біздің негізгі құдайымыз Перун, соған біз табыну керекпіз дегенде, осындай басқаның дінін мойындамау немесе енді сондай бір ұстаным бар. Осындай үлкен алпауыт мәдениеттер, елдер, басқа тілде жазылған, немесе басқа ұлттардың негізінде болған идеологиялық өнімдерін тұтынып жатса, және біздің аталарымыз да бұны тілге енгізсе, бір белгілі тәуелсіз идеологиялық жүйе ретінде қалыптасса, қазіргі әлемде ондай, пожалуйста, мүмкіндік бар. Ешкім жоқ деп айтпайды. Бірақ бұл жерде қазір тәңірші болып жүрген тұлғалардың ислам дініне жабысып, тек қана бүкіл идеологиялары соны жамандаудың арқасында болып жатыр да. Сен бір тәуелсіз өзіңнің бір ой пікір өніміңді жаса. Біз дүниеге осылай қараймыз, болмысқа былай қараймыз, құндылықтарымыз осылар. Бұл жерде мыналармен келіспейміз деген. Бірақ бұл жерде осындай бір объективті нәрсе ұсыну емес, керісінше тек қана исламға шабуыл жасау, жоққа шығару нәрселерін көріп жатырмыз да.